Испанияның орталық және солтүстік шығыс аймақтарында екі орман өрті әлі де өршіп тұр. Мадридтен шамамен 100 шақырым жерде орналасқан Ламерла маңындағы жалын 9900 гектарға жуық жерді күлге айналдырып, 16 ауыл тұрғындарын эвакуациялауға мәжбүр етті. Өрт сөндірушілер жалынның оңтүстік жиегін ауыздықтап, жақын маңдағы елді мекендерді қорғау үшін жұмыс істеп жатыр. Аймақтық биліктің мәлімдеуінше күшті жел өрттің өте жылдам таралуына түрткі болып, жалын минутына 60 метрден астам жылдамдықпен ілгерілеуде. Испанияның азаматтық гвардиясы өрттің комбайнмен жүргізілген ауыл шаруашылығы жұмыстары кезінде басталмағанын зерттеп жатыр. Сонымен қатар Саргоса провинциясындағы Орес елді мекенінің маңында болған тағы бір орман өрті 15400 гектардан астам алқапты шарпыды. Оны сөндіруге 450-ге жуық төтенше жағдайлар қызметінің маманы тартылды. Дегенмен ресми тұлғалар түнде ауа райы жағдайының жақсарғанын айтады. Жалпы Испания бойынша жыл басынан бері шамамен 50 000 гектар жер өртеніп кетті. Билік 18 ірі орман өртін тіркеді. Бұл 2025 жылдың дәл осы кезеңімен салыстырғанда зардап шеккен аумақтың шамамен 3 есе көп екенін көрсетеді.